Мектепті өте белсенді әрі көшбасшы болған мені сыныптас қыздар жақтыра қоймайтын еді. Олар байдың еркелері, кейбірінің әкесі бастық, мұғалім. Сол үшін де олар сабақ оқымаса да бестік алады. Ал менің отбасым сіңірі шыққан қу кедей. Сыныптастарым сияқты әдемі киім кимесем де, өзімді ешқашан төмен санамадым. Сол үшін де олардан үнемі озат болдым. Бәрібір олар мені бөлектеп көбіне қатарларына қоспады. Солай жүргенде 11-ші сынып бітіріп, жан-жаққа тарадық. Ал мен үйдегілерді қимай, жақын жерден оқуға түсем деп, облыстағы оқу орнына құжатымды тапсырдым. Әкемнің ағасының балалары Алматыда оқу бітірген, декандық қызметте. 11 сынып оқып жүргенде ауылға келіп Алматыға тапсыруымда қайта-қайта қадағалап айтып кетті. Сол жылдары менен 2 жасқа үлкен ағам сол жақта жұмыс істеп жүрген еді. 2-3 балдық жер сілкінісі болып тұратын бір келгенде айтқанында шошып кеттім. География пәнін жетік білетін мен жер сілкінісі туралы зерттеп, Алматы қаласынан қатты қорықтым. Ол кездері ауылда сет енді келіп жатыр. Nokia, Samsung деген ең бірінші шыққан телефондарды ұстап жатқан кезіміз. Онда да сет жоқ. Жоғарыда әзер дегенде бір палочка ұстайды. Өмірге келгелі ауылдан ешқайда шығып көрмеген мен облысты үлкен қала көріп таң-тамаша болдым. Әпкем бизнесмен болса да 5 баласы бар. Олар өте кішкентай, алды мектеп оқушысы. Ауылдан келген бойда ол үйде қонақ емес, күң болдым десем де болады. Туысым болғансын үндемей, бар тірлігін істеп жүре бердім. Бірде үй жинап жүріп, теледидар артындағы шаңды сүрткелі жатыр едім. Ұзын қап-қара шаш тауып алдым. Жастығым болар, ол шашты қолыма ұстап, қоқысқа тастап жібердім. Ертеңіне әпкем базардағы бутикке ерте барып, заттарды реттей берші деп, жездеммен бірге жіберді. Жездем өте жуас жан. Базарға келіп, ол көлігін тұраққа қоя алмай, мен кілтті алып түсіп кетіп, бутик алдында хат қалта жатты. Ойымда ештеңе жоқ. Біреу тастап кеткен шығар деп ашып қалсам, сап-сары үлкен тырнақ. Таң қалдым, қызық. Қаланың адамдары тырнақтарын алып, есік алдына тастағаны қалай деп, өз ойымен алпарысып тұрғанда жездем келді. Ертеңіне кешке шай үстінде әңгімеден әңгіме шығып, тырнақ туралы айтқанда, жездем мен әпкем шошып кетті. Ойбай, ол дуалап қойған, басқа не зат болды деп тергеп кетті. Шаш туралы тағы айтқанда, олар үйдің бәрін тінтіп кетті. Сөйтсем әпкеме жасалған дуа екен. Көп ұзамай мен де тамаққа тәбет болмай, ұшынып қалған секілді ауыра бастадым. Өмірімде бұлай ауырып көрмедім. Қорқып кеткен әпкем облыстың ауруханасына шарлады. Ешқандай диагноз қоймайды. Анализдерім жақсы. 2 аптадан асты. Менің түрімнен түр қалмай, ішкенімде тек құсуым болды. Басым меңзең, жағдайым естіген анам мені ауылға алдыртты. Әбден жағдайым кетіп, күннен күнге әлсірей бердім. Уколдар әсер етпейді, ішпеген дәрім қалмады. Сол кездері оқуға тапсырған құжаттарым жайында қалды. Анам байғұс, ана емшіге бір, мына күшті деген емшіге бір жүгіріп шаршады. Алланың берген сынағы болар. Ауылда сол уақытта Меккеге барып келген имам өзі келіп, Меккеден әкелген суын ішкізіп 1 апта бойы сүре оқыды. Содан кейін мен өзіме келе бастадым. Суды ішкен сайын тәбетім ашылып, мен тамақ іше бастадым. Менің ауруым сол бір дуаланған затты ұстағанымда екен. Мейлі, енді жазылдым деп қуанып жүрсем, сол бір дуа кәдімгідей жолымды байлады. Қанша көш салып жұмыс жасағым келсе де, мені еш жер қабылдамай қойды. Әйтеуір көзге көрінбейтін кедергі.
қатты ауырып, жанымды қалай аман алып қаламын деп жүргенде оқуым басталып, шақыруға бара алмай, құжаттарымды қабылдамай, кері қайтарды. Көз жасым көл болып, не істерімді білмей, өмір осымен біткендей күй кештім. Ауырып қалдым. Анықтама міне деп көрсетейін десең, ондай құжат жоқ. Дуамен ауырдым десем, маған әрине ешкім сенбейді. Әпкемнің үйінен кеткім келмейді. Ауылда тұрғым келмегендіктен емес, ауылды білесіздер. Басқан қадамыңды аңдып, қой ұрланғандай алып қашуға дайын тұр. Сосын бір үйдің келіні танымайтын адамның әйелі болып шығасың. Сен оны сүйесің бе, сүймейсің бе, сенің пікірің ешкімге қызық емес. Ондай кезде алып қашудың құрбаны болмау үшін әпкемнің үйінен кетпеуім керек болса да, істеп жүрген ісіме үйреніп қалдым. Әпкем де тегін құлдан айырғысы келмей, ауылға жібергісі жоқ. Көп ұзамай есік алдынан шағын дүкен ашты. Ішін жуып шайып сатушы болып жұмыс жасадым. Сатушы болғаным үшін айлық беремін деп 15 мыңды ұстатты. Алғаш рет мұндай ақшаны алған мен қатты қуанып 10 мың тұратын интернеті бар Nokia алып мәз болғаным есімде. Дүкеннің жұмысы жақсы жүріп, әпкем кеңейте бастады. Жалғыз өзім үлгермей жүрдім. Әпкемнен үлкен апасы бар еді. Соның менімен түйдей құрдас қызын әпкем алдыртты. Облыстан бөлек қалада тұрады. Қаланың қызы, есімі Дариға, бірақ Дарикош деп атайды. Менің әкем маскүнем болғасын, туыстарым анау айтқандай араласпады. Сондықтан әпкелерімді 11-ді бітіріп, осы қалаға келгенде көргенім шығар. Ата әжем Таразда тұрады. Бала кезде қаппен алма әкеліп, біздерді киім әкеліп тастайтыны еміс-еміс есімде. Одан кейіндері келген емес. Дарикошпен алғаш танысып, таң қалдым. Менен бойы ұзын, томпақ, әрі қара қыз, бірақ түрі өте әдемі. Көздері тостағандай үлкен. Боянуы, киім киісі қаланың қызы екенін көрсетіп тұр. Менің бойым бойшаң, артық майым жоқ. Ұзын шашымды екіге өріп киген киімімді өте қарапайым. Тіпті боянуға ұялатынмын. Бояу дегенді тек қонаққа баратын кезде жағады деп ойлап жүрсем, Дарикошқа қарап өзімді салыстырып, іштей ұялып жүрдім. Екеулеп дүкенде жұмыс жасадық. Десе де, Дарикоштың сөздері мені төмен көреді өзінен. Жалғасы бар.